Достар, ойындар туралы айтпағанымызға көп болып қалыпты. Соңғы кездері көпшілігіңіз маған комментарияда Brawl Stars деген ойынға мульт жасашы деп жазған боласыздар. Сіздерге қызық екенін түсініп, мен сол ойынды жазып алдым. Ойнап жүргеніме 2 күндей болды. Шамалы қысқаша өз ойымды айта кетейін енді. Шынына керек, достар, мен телефон ойындарын мүлдем ойнамаймын, өйткені ойын ойнау үшін менде арнайы компьютер бар. Еще менде телефонда память жоқ оған. Алайда бұл ойын мені кішкене болсын қызықтырды. Бос уақытта іш пысқанда өте қызықты ойын екен. Ойынды шығарған компания бұл Supercell. Одан бұрынғы ойындарын менде білем, бұлар Clash of Clans және Clash of Royale деген сияқтылар. Байқағаным, Brawl Stars ойынның бір жақсысы, басқа сетевой ойындарға қарағанда тез жұмыс жасайды. 10 секундта болмай уже ойынға кіріп кетесің. Бұл әрине өте жақсы. Өйткені мен загруз күткенді мүлдем ұнатпаймын. Сонымен қатар Brawl Stars ойынның кейіпкерлері маған өте ұнады. Әрбір кейіпкердің өзінің ерекшелігі бар екен. Сонымен қатар ойында неше түрлі қызықты режимдер бар. Мысалы, захват кристаллов режимінде команда 3-ке 3 болып бөлініп, бір-бірімен атысады. Қай команда көп кристалл жинайды, сол команда ұтады. Королевская битва режимі. Бұл режимде 20 шақты ойыншылар қатысады. Режимнің басты мақсаты бұл тірі қалу және короналар жинау. В общем, бір сөзбен режимдер бұл ойында баршылық. Как раз осы карантинда, егерде не істерді білмей отырсаңыздар, Brawl Stars бұл жағынан сіздерге көмектеседі. Ойынға бал қоятын болса, мен 7-тен 10 қоямын. Иә, бұл ойынды шедевр деп айта алмаймын, бірақ жаман деп те айта алмаймын. В общем, жақсы ойын. Ал достар, сіздер не ойлайсыздар бұл ойын туралы? Өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Маған шынымен де қызықты, достар. Кім қанша күн ойнап жүр, кім қанша бал қояды бұл ойынға? Сіздерді, в общем, комментарийда күтемін. Ал осымен аяқтаймын, достар. Сау болыңыздар.